Бәріңізге сәлем. Бүгін бізде математикалық сауаттылықтың кезекті тақырыбы ол логикалық іріктеу. Мысалға, аспаз етпен 20, картоппен 10, тосаппен 15 бәліш жасаған. Міндетті түрде тосаппен жасалған бәліш шығу үшін ыдыстан қарамай ең кем дегенде неше бәліш шығару керек дейді. Мен жазып алайық, қараңдар. 20 етпен, 10 картоппен, 15 тосаппен. Тосап деген білесіңдер варенье, да? Енді қараңдар, бізде барлығы 45 бәліш, оның барлығы араластырып бір дорбаның ішінде жатыр. Ыдыстың ішінде жатыр, мысалы коробка болса ыдыстың ішінде жатыр, да? Свет сөніп тұр, біздің жолымыз вообще болмайды. Яғни менің жолым болмайды, сенің жолың болмайды деп қарастырамыз. Самый невезучий деген нәрсе ғой. Қолымызды саламыз, неге ыдысқа саламыз, ыдыстан салған кезде бір бәліш алатын болсақ, бізде деген ол етпен түсіп қалуы мүмкін, да? Бір бәліш аламыз, ол етпен түсіп қалуы мүмкін. Тағы бір бәліш алсақ, ол картоппен түсіп қалуы мүмкін. Сосын тағы біреу алатын болсақ, тосаппен түсуі мүмкін, да? Бірақ картоппен де түсуі мүмкін, да? Немесе етпен. Яғни сенің жолың болмайды вообще. Яғни сен алып мындай екен қораптың ішінде ғой. Атысының ішінен алып толтырып. Сенде кілең давай етпен түстін дейік. Жолың вообще болған жоқ. Сенмен саған деген кілең етпен түсті. 20 ет түседі. Плюс қарайсың, 20 ет түсті. Тағы алып. Тағы жолың болмайды, да? 10 картоппен түседі. Ойландар, сенде вообще жолдан болмай 30 бәліш алған кезде іштен деген вообще тосап шыққан жоқ. Айтасың, ойланып тұрасың да, енді бір бәліш алшы, ол по-любому сенде тосаппен шығады. Барлық бізде сонда 31 жағдай екен. Кем дегенде деген осы. Ал көп дегенде болатын болса, ол үшін түгел алатын болсақ, 40 па, 45 бәліштің түгелдей бәрін алатын болсақ, онда уже көп дегенде деген нәрсе шығады. Ішіне полион тосаппен бар ғой. Түсінікті ғой, да? Яғни вообще ең жол болмайды жағдайға қарастырасыңдар. Енді ол логикасын түсінбеген оқушыларға былай. Осы үшеу беріледі бізге. Егер тосаппен сұрайтын болса, тосаптан басқа түрлерін мына үйген қоса қоясыңдар. Тосаптан сенде деген қанша шығу керектігін айтылмаған. Екеу, үшеу десе уже екеу қосасыңдар. Міндет дым айтылмаған. Значит, тосаптың өзі шығу керек қой, біреу болсын хотя бы. Сосын бірде қоса қоясыңдар, все. 31. Тосаптан басқа түрлерін қосасыңдар екеу. Тосаптан біреу қоса қоясыңдар. Бізде 31 деген жауап шығады екен. Түсінікті ғой. Жәшікте 12 шар жатыр. Олардың 6-ы қызыл, 3-і ақ, 2-і жасыл, 1-і көк. Так. 6-ы қызыл, 3 ақ, 2 жасыл, 1 көк. Жәшікке қарамай кем дегенде бір қызыл шар алғанына нақты сенімді болу үшін ең аз алынатын шар саны дейді. Тағы да жол болмайтын жағдай. 3 ақ, міне қызыл деген, да? Жәшіктің ішінде жатыр. Жәшік деген андай қорапша. Ішінде осы 6 қызыл, 3 ақ, 2 жасыл, 1 көк, полный барлығы 12 шар жатыр. Сендер қараңдар, қолдан тығасыңдар. Свет сөніп тұр, там или көздерін байлап қойды да. Көзден байлаған дұрыс емес қай. Свет сөніп тұр, қараңғыда. Сендер жолдар болмайды. Аласыңдар, қарайсыңдар. Там не? Ақ шығып тұр. Тағы аласыңдар. Тағы ақ шығып тұрсыңдар. Тағы аласыңдар, көк шығып тұр. Тағы аласың, жасыл шығып тұр, да. Сендерге қызыл шықпайды. Вот, егер жолдарын болып кетсе, везучий адам болатын болса, сразу алған кезде қызыл шығарып аласыңдар. Аласыңдар қызыл дейсің де, мен бір рет алған кезде болды, қызыл шығып тұр. Бірақ бізде деген жол болмайтын жағдайды қарастырамыз. Нақты сенімді болу деген, 100% уверен болу керек деген сөз. Енді қараңдар, ондай жағдайда жаңа айтқандай, логикалық тұрғыда емес жағдайда, бізге егер қызыл шар керек десе, қызыл шар деген мынау ғой. Мына барлығын түгелі қосып аласыңдар. Қызылдан бөлек түрлерін қосып аласыңдар. Ой, көк біреу. 6 болады да. Қызылдан бізде бір қызыл шар керек дей ма? Бір қызыл шарды қоса қоясыңдар. 7. Яғни 7 шар алатын болсан, оның ішінде кем дегенде бір қызыл шар по-любому болады деген сөз. Қараңдар, ол тек қана біреу болады деген сөз емес. Ол мысалға мына 7 шардың 7 шарды уыстап 7 шар алатын болсаңдар, 7 шардың ішінде біреуі, 6-ауы да қызыл болып қалуы мүмкін. 7 шар
алтауы қызыл и біреуі там ақ бола салсын. Ондай да болуы мүмкін. Бірақ полигонның ішінде бір қызыл шар железный бетон дейінші жыбы болады. Так, қараңдар, басқа түрі 12 шар да, жаңағы 6 қызыл, 3 ақ, 2 жасыл, 1 көк. Кем дегенде 3 бірдей түс шығарғанына сенімді болу үшін дейді. Қараңдар, 3 бірдей түсті деген ол былай. Қызыл шығуы мүмкін, там ақ шығуы мүмкін, ал жасылдар шыға алмайды да, өйткені олар екеу. 2 жасыл, ол 2 бірдей. Көк и таке шықпайды. Қараңдар, не істейміз? Сәл логикасын кішкене қиындау болады. Бізге 3 бірдей шығу керек. Бізде 3 бірдей шығады, тек қана ол мына екеуінен. Мына екеуінен өше шықпайды. Сондықтан біз мынаны полный алып тастаймыз. Яғни мына мен 2 шар алдым, мұнан 1 шар алдым, яғни полностью алып алдым. 3 шар алып алдым. Ол бөлек тұрады. Енді мына екеуіне келеміз. Бұл екеуін былай жасайсыңдар. Мысалға 1 шар аламыз, ол қызыл түсу мүмкін. Тағы 1 шар аламыз, тағы қызыл түсу мүмкін да. Тағы 1 шар алған кезде 3-ші қызыл түсу мүмкін. Яғни жолымыз болып кетсе, но жолымыз болмайды, жоқ барады ақ түсе қойды. Сосын тағы аламыз, тағы ақ түседі. Мыналар түспейді, көрдіңдер ғой, жасыл мен көк түспейді, олар баяда алып бітті олар. Енді бізге тағы 3-ші бірдей түс керек. Либо алған кезде мынадан шығады, либо мынадан шығады. Любой болуы мүмкін, мынадан шықсын деп есептейік давай. Вот, 3 бірдей түс шықты. Сонда біз неше шар алғанбыз кем дегенде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 шар алғанбыз ғой. Сонда 8 шар алатын болсақ, оның ішінде кем дегенде 3 бірдей түс шығады екен. Енді логикалық емес тұрғыда 6 қызыл, 3 ақ, 2 жасыл, 1 көк. Яғни бізге 3 бірдей түске жетпейтіндер полностью аласыңдар. 2 қосылған. 2 қосылған 1 қосу. Енді 3-ке жететін сандардан 3-тен сәл 1 санға кемнен түгелдей алып шығасыңдар. Енді 1 санға кем деген 3 болса, 2-ден алып шығасыңдар. 2 и мұны 2 аласыңдар. И просто біреу ала қойасың тағы да. Сол кезде ол 3-ші болып қосылады да. Содан бізде жерде 8 деген жауап шығады екен. Сумкада 3 ақ, 3 қара, 4 көк. Ең кемінде неше қарындаш алса, олар бірдей түсті 2 қарындаш болуы міндетті түрде дейді. 2 бірдей түс. 2 бірдей түс ол деген 2 ақ болуы мүмкін, немесе 2 қара болуы мүмкін, 2 көк болуы мүмкін да, разница жоқ. Онда білесіңдер, жаңа айтқандай, 2 түс па, 2-ге жетпейтін түстердің барлығын алып шығамыз. Онда бірақ түс жоқ бізде қазір. Соны 2 түс, одан 1 түске кемдерін бәрінен бір-бірден алып шығамыз. 2 болды ғой, бір-бірден алып шығасын барлығынан. Каждый жерін бір-бірден алып шықтық. И енді 1 түс алатын болсақ, ол либо қызыл, либо ақ, либо көк болуы мүмкін, давай қызыл болсын. Значит, бізде сонда барлығы 4 түс екен. Түсінікті ғой да, бірдей түс дейді. Просто 2 қызыл, немесе 2 ақ, 2 көк түсу керек сантиметрге. Түсінікті ғой да. Сумкада жаңа айтқандай 3 ақ, 3 қара, 4 көк. Қараңда ең кемінде неше қарындаша, олар қара түсті болу бір қарындаш міндетті дейді да. Қараңдар, қара түс керек. Мынау керек қой сендерге. Айтқандай қара түстен бөлек түстерін бәрін полностью алып шығасыңдар. 1, 2, 3 полностью. Полностью. И екеуінің полностью 7 түс алғаннан кейін қара түстің біреуін ала қоясыңдар. Плюс 1. 8 деген жауап шығады екен. Түсінікті ғой да? Логикасын түсіну керек. Енді сен басқа, мысалы, жаңа айтқан жауабында 4 деген болатын болса, мысалы 4 деген жауап болатын болса, 4 түстің, мысалға, 3-еуі қара болуы мүмкін, бірақ болмау да мүмкін. Сондықтан, мысалы, 4 түстің 4-еуі де көк болып қалуы мүмкін. Білмейсіңдер. Жолдарыңыз болмай қалады. Сосын 5 түстің, мысалға, 5 түстің 3-еуі ақ, 2-еуі көк болуы мүмкін.
жетістің жаңа айтқандай үшеуі ақ, төртеуі көк болуы мүмкін. Әртүрлі болуы мүмкін да. Тек қарашық болуы мүмкін да. Сол жақта алды да дәл солай. Қорапта барлығы 85 шары бар. Так, 25 қызыл, 23 көк, 24 сары. Ақ деген қалған дейді. Барлығы 85, үшеуін қосып 85-тен азайтып тастаймыз. 85 азайтылған 25-ке 23 бізде 48, 48-ге 24 бізде 78 ма? Сонда 13 ақ қалады. Сары немесе көк түсті бір шар шығарғанда нақты сенімді болу үшін қораптан қарамастан ең көп дегенше қанша шар алынатынын анықтаңыз дейді. Қараңдар, сары немесе көк түсті түсу керек бізге. Мына екеуін біреу түсу керек қой. Немесе деген сөзді жаттап алыңдар. Немесе деген сөз либо сары түссе болады жауабы, либо көк түссе болады жауабы дейді. Яғни қызыл мен ақты қарама, қызыл мен ақты полностью алып аласыңдар. 25 қосылған 13 олар полностью жауапқа кіріп кетеді. 38. Енді мына екеуінен бір любой бір түс алсам, бір түс алатын болсам, екеуін біреу шығады ғой. Болды, жауапқа кіреді сонда. 38-ге бірді қоя қоясыңдар, қоса қоясыңдар. 39. Баратында. Қазір сары және көк деген жағдайлар болатын болса, және деген сөзі бар, сол кезде қараймыз. Міне келді ғой. Так. 15 қызыл, 13 көк, 14 сары, 3 ақ, 4 жасыл. Ақ түсті және жасыл түсті дейді. Мына екеуін біреу екеуі түсу керек қой сендегі. Әрқайсысынан бір шығарғаннан сенімді болу үшін дейді. Әрқайсысынан бір-бірден шығу керек. Қараңдар, ақ и жасылдың екеуі де шығу керек қой, екеуін бір-бірден. Сондықтан мына екеуін полностью аласыңдар. Қосқанда қанша болады? 15, 28, 14 қоссақ 42. Яғни 42 шар итаке бар. Енді жауап 42 деген ол қате болады, 2 деген итаке қате болады. Білесіңдер. Ақ түсті және жасыл түсті. Осы екеуінің қайсысы ең көбі, сол полностью жауапқа кіреді. Мына жасылды полностью алып аласыңдар. Плюс 4. Плюс 1 ақты. 47 болады екен қосыңдар. Енді ойлатқан барсыңдар, 42. Неге мен ақты полностью алмаймын, сосын жасылдан біреу қоса қоймаймын деген сөз. Мысалға 3 ақ и плюс жасылдан біреу болатын болса, ол жоқ, 3 жасыл, 3 ақ жасылдан біреу де ойлайтын болсаңдар, мысалы мына жерде 46 шығады ғой. Ол 46 деген былай бөлініп кетуі мүмкін сіздер. 42 плюс жаңағы 4 жасыл болып қалуы мүмкін да. 46 шығатында. Мына тұрған 3 қосылған біріміз деген ол 3 ақ бір жасыл болып бөлінбей 4 жасыл болып кетуі мүмкін. Түсінікті ғой да? Ол мүмкін ондай жағдай. Сондықтан бізге ең максимал ең көбін аласыңдар, сосын одан біреу қоса қоясыңдар. Бүгінге осы логикалық іріктеу сабағы аяқталды. Қош, сау болыңыздар.